Келесі бізде контекст есеп берілген. Мәтінді оқып жатсыздар. Енді 26-шы тапсырмаға қарайық. Бізде конустың табанының ауданын табу керек. Конустың табаны ол бізде дөңгелек. Олай болса, дөңгелектің ауданы πr квадрат формуласы бойынша табылады. Бізде есептің берілгенде пиді 3 деп алыңыз делінген. Радиусымыз бізде 5-ке тең. Олай болса 3 көбейтілген 25 75 сантиметр квадрат. Яғни д жауап болады екен. Келесі 27-ші есепте бізде конустың бер бетінің ауданын табу керек. Конустың бер бетінің ауданы πrl формуласы бойынша табылады. Енді бұл жердегі r радиус екен белгілі. Ал l бізде ол конустың жасаушысы. Мына жерде көрсетіп қойған l-ді. Егер биіктігін сызатын болсақ, радиусын сызатын болсақ, онда жасаушысы бұл бір гипотенуза сияқты болады. Биіктігі бізде берілген 12-ке тең, радиусы 5-ке тең. Олай болса, біз l-ді Пифагор теоремасы бойынша тапсақ болады. Яғни l квадрат тең 12-нің квадраты қосылған 5-нің квадраты. 12-нің квадраты 144-ке, 5-нің квадраты 25-ке тең. Екеуінің қосындысы 169-ға тең, ал түбірасындағы 169 бізде 13-ке тең. Яғни бізде формулаға салатын болсақ, пиіміз 3 деп алынған, радиусымыз 5-ке тең, ал жасаушымыз бізде 13-ке тең. Осының барлығын көбейтіп шықсақ, бізде 195 деген жауап шығады екен. Яғни бізде д варианты. Келесі 28-ші есеп. Бізде егер бас киімнің биіктігі мен радиусы 3 см-ге артса, бер беті қаншалықты артады делінген. Бізде жаңелдегі бойынша біздің жасаушымыз l-іміз 13 болды. Биіктігіміз 12 және радиусымыз бізде 5-ке тең болды. Бұны біз алдыңғы 27-ші есепте тапқан болатынбыз. Енді бастапқыда оның бер бетінің ауданы πrl, яғни пи көбейтілген радиус бізде 5, жасаушымыз 13. Көбейтетін болсақ 65 пи. Енді бізде оның биіктігі 3 см-ге артқан, яғни 13-тен 15-ке артқан, ал радиусымыз 3 см-ге артқан, яғни 5-тен 8 см-ге артқан. Олай болса, оның жасаушысы қандай болады? L2 деп қойық. L2 квадрат бізде Пифагор теоремасы бойынша 15-нің квадраты мен 8-нің квадратының қосындысына тең. Ол бізде 225 қосылған 64, 289 және де l-іміз бізде 17-ге тең екен. Олай болса, екінші конусымыздың ауданы, бұл да πr r2 деп қойық, l2 деп қойық, формуласы бойынша табылады. Пи көбейтілген өзгерген радиусымыз 8-ге тең, өзгерген жасаушымыз бізде 17-ге тең. 17 мен 8-ді көбейтетін болсақ, бізде 136 пи шығады. Енді екеуін азайтамыз. Үлкеннен кішісін азайтатын болсақ, бізде 71 пи деген жауап шығады екен. Ол бізде Б вариант. Келесі бізде 29-ші есеп.
егер бас киімнің шетін ені 1 см болатын жылтыр лентамен сәндеу керек болса, лентаның ұзындығын табыңыз дейді. Егер шеті деп мына бір шеңберді алатын болсақ, онда шеңбердің табандағы шеңбердің периметрі табандағы шеңбердің периметрі ол бізде 2πr формуласы бойынша табылады. 2 көбейтілген пи бізде 3, радиус бізде 5-ке тең. Яғни жалпы 30. Алайда бізде 30 деген жауап жоқ. Себебі контекстің басын қарайтын болсақ, Арман өз туған күніне достарын шақырады. Арман бар, Аружан, Айша, Даниял және Мирас. Яғни барлығы 5 адам. 5 адамға жасайтын болсақ, бізде 150 сантиметр лента кетеді екен. Келесі бізде 30-шы есеп. Егер стакан мен бас киім бірдей көлемде болатын болса, онда бір стаканда қанша су сиятынын анықтаңыз дейді. Егер стакан мен бас киім бірдей көлемде болатын болса, онда осы конустың көлеміндегі су сиятыны анық. Яғни біз не істейміз? Біз конустың көлемін табамыз. Конустың көлемі бізде 3/1 h/r квадрат формуласы бойынша табылады. Енді 3/1 биіктігі бізде 12-ге тең. Пиді біз 3 деп ала аламыз. Және радиусы бізде 5-ге тең. Олай болса, 12 көбейтілген 3 көбейтілген 25 бөлінген 3. Екеуін қысқартамыз. Көбейтіндісі бізде 300-ге тең екен. Яғни 300 см куб. Бізде А жауап болады екен.